Сәлем достар, бүгін сіздерге меню жолын басқа жолға, яғни оңға, солға немесе жоғарыға ауыстыру жолын көрсететін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, колокольчикті баса кетуді ұмытпаңыздар, және де осы видеоны видео соңында бағалап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ал енді бастайық. Меню жолын басқа жаққа қалай ауыстырамыз? Ол үшін осы меню тұрған жерге мышканың оң жағына барып басамыз, свойствоға барамыз. Сонда бізде мына жерде снизу деген жазу шығып тұр, иә. Осыған мышканың сол жағына барып басамыз. Сонда сізге слева, справа, сверху деген жазулар шығады. Осы төртеуінің біреуін таңдап, орнын ауыстырамыз. Мысалға слева дегенді көріп, окейді басайық. Мінекей біздің меню экранның сол жағына қарай шықты. Дәл осылай өз қалаған жағыңызға қарай өзгерте аласыз. Мінекей. Ал енді сверхуды таңдап жоғары қарай қояйық. Окейді басамыз. Мінекей меню жол жоғарыға шықты. Мен сіздерге тағы бір қоса кететін бір ақпаратты айтайын. Свойствоға кірейік тағы да. Мында автоматически скрывать панель задач деген тұр. Осыған галочканы қоятын болсақ, бізде меню жолы жасырынып қалады. Егер сіздің мышкаңыз меню жолынан алыстап кетсе, ал мышканы меню жолына жақындатса, қайтадан меню жолы бізге көрінеді. Осылай меню жолын жасырып қоюға болады. Мен қайтадан алып тастайын, өйткені маған қажеті жоқ. Мінекей бар жоғы осылай өте оп-оңай. Егер де видеом сізге пайдасын тигізген болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Әрі достарыңызбен бөлісіп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.